Сәлеметсіздер ме, құрметті әкімшілер? Бұл видеода біз білім класс платформасы арқылы ChatGPT еду жүйесіне қолданушыларды қалай қосу керектігін көрсетеміз. Алдымен ai.bilimclass.kz сайтына кіріңіз. Басты бетте жалғастыру батырмасын басыңыз. Сіз кіру бетіне өтесіз. Мұнда телефон арқылы емес, логин арқылы кіруді таңдаңыз. Логиніңізді енгізіңіз, ол ұйымыңыздың бүсін нөмірінен басталып, дер деп аяқталады. Содан кейін сізге берілген құпия сөзді енгізіп, кіру батырмасын басыңыз. Жүйеге кіргеннен кейін негізгі бет ашылады. Қолданушыларды қосу үшін педагогтарды басқару бөліміне өтіңіз. Бұл жерде екі әдіс бар. Бірінші әдіс қолмен қосу. Қызметкерді қосу батырмасын басып, мәліметтерді енгізіңіз. Екінші әдіс жаппай жүктеу. Мұғалімдерді импорттау батырмасын басып, Excel файлы арқылы бірнеше қолданушыны бірден жүктей аласыз. Үлгі файлды Excelде жүктеу арқылы жүктей аласыз. Файлда келесі мәліметтерді толтыру қажет. Тегі аты, әкесінің аты, жисын және телефон нөмірі. Деректерді жинап дайындағаннан кейін файлды жүйеге жүктеңіз. Қолданушылар қосылғаннан кейін олар тізімде көрінеді. Енді Excelде жүктеу батырмасын басып, логин мен құпия сөздерді жүктеп алыңыз. Бұл деректерді әр қолданушыға жеке және қауіпсіз түрде жіберіңіз. Барлық деректерді бір файлмен жібермеңіз, бұл жеке мәліметтердің қауіпсіздігі үшін маңызды. Деректерді жинау және құпия сөздерді қауіпсіз тарату бойынша қосымша нұсқаулықтар бөлек беріледі. Назарларыңызға рахмет.